Саламатсызбы балдар? Отырыңыз. Балалар бүгінгі біздің сабағымыз бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз екі топқа бөлінеміз. Шам тобы, сын тобы. Екі құрғыларды білесіңдер. Кім айтады? Асекпеш. Асекпеш. Өтік. Ұялы телефон. Ұялы телефон. Пел. Теледидар. Теледидар. Шам. Тоңазытқыш. Кір жуатын машина. Ыдыс жуатын. Енді балалар осы аталған электр құрылғылары қандай қызмет атқарады? Кім айтады? Біз асекпешпен тамақ пісіреміз. Иә, асекпешпен тамақ пісіреміз. Біз киіктерді түтейміз. Ұялы телефонмен ойнап сөйлесеміз. Теледидармен кино көреміз. Шаммен үйге шақтырамыз. Кір жуатын машинамен кір жуамыз. Пелмен жақтымыз ектірамыз. Тоңазытқышқа тамақ пісіреміз. Тоңазытпен тамақ пісіреміз. Енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электр схемаларының шартты белгілерімен танысу. Және электр технологиясының мақсаты, электр тізбегінің элементтері және олардың шартты белгілерімен танысу, электр схемаларын оқу және құрастыру. Балалар, мына қазіргі видео тамашалайды. Цифрлық электрондардың реттелген және бағытталған қозғалысы бұл тақырыпты артында ашып қарау үшін металл атомдарының Балалар тоқпен жұмыстары алдында бірінші техника қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Мынау қандай бұйым? Сын. Бұл сынның қызметі не? Тоқ жүргізеді. Дұрыс. Мына қандай? Ажыратқыш, иә? Жарықты өшіріп қосамыз. Жарықты. Мына қандай бұйым? Шам. Бізге жарық береді. Жарық береді. Мына қандай бұйым? Қуат көзі. Атының Батарея. Қуат көзі. Енді балалар қараймыз. Осының бәрін біз қосып жинақтаған кезде, біз электр тізбектері деп атаймыз. Электр тізбектер арқылы біз сызба арқылы электр тізбек жасаймыз. Мына қандай белгі деді? Сын. Мына қандай белгі? Тоқ көзі. Мына қандай белгі? Ажыратқыш. Шам. Міне осы сын тоқ көзінен алып ажыратқыш арқылы шамға келіп біз электр тізбегін жасадық. Енді балалар, осыны біз қолмен жасаймыз. Өзіміздің. Электр тізбектері екі түрге бөлінеді. Біреу параллель тізбектер, біреу тізбектелген тізбек. Енді қазір біз тізбектелгенді қосамыз. Мына жерде міне жаңа көрсетілген схема арқылы тізбектелген. Мына сызықтары біз не болады сызықтар? Сызығымыз сын болады. Мына жерде қандай дейді? Тоқ көзі, иә? Батарея тоқ көзі. Мына біздің шамымыз, иә? Енді біз кірпті қосамыз, қараңыздар. Кірпті қосқан кезде не болды? Жарық жанды. Енді осы жарық жанған кезде біз бір шамды ағытайық. Ағытқанда не болды? Келесі шам өшіп қалды. Түсінікті ме? Бұл тізбектелген тізбек деп айтады. Тізбектелген тізбек. Енді балалар, екінші біздің тізбегіміз параллель тізбегі. Параллель тізбегі дегеніміз шамдарды бір-бірін жалғаймыз. Міне ол сымдармен екі шам қатар жалғанды, иә? Енді біз оған кірт қостық. Не болды? Жарық жанды. Енді біз бір шамды ажыратайық. Міне ажыраттық. Не болды? Келесі шам жанып тұр. Міне бұл параллель тізбегі дейді. Өйткені тоқ көріп тұрсыздар ғой, жалған қосылып тұр. Қайсыны ағытсаң да шам жанып тұрады. Енді осыны біз заманауи технологиямен
Zamanla teknolojiyle bilgini жасаймыз. Қараңыздар. Biz sonunda mынау не болды? Тоқ көзі. Мына тоқ көз. Енді мына қандай келді? Сым. Сымдaki тоқ көзге жалғады, иә? Екінші мына қандай келді? Ажыратқыш. Ажыратқыш кілт дейміз, ажыратқыш дейміз. Ол енді сымда келіп, біз қазір қандай жасаймыз? Мына қандай белгі? Шам. Paralel tizbegi bo'lib o'tirmi? Qani kim o'ylaymiz? Endi qaraymiz. Biz qo'sdik, ya? Shamni qo'sdik. Ben jargon kuchaytirdik. Ya bolalar. Biz buna qanday tizbek bo'ldi? Tizbek degan. Negada biz mana kitni ag'itsak, ne istedi? Barlig'i o'sib qoldi. Bu tizbek degan tizbek. Endi bolalar biz parallel tizbek ko'rsatamiz. Mana biz qanday tizbek? Parallel tizbegi. Mana parallel tizbegini. Endi bolalar biz hozir al to'pdan bir bala chiqib biz tizbek qurishtiramiz. Kim shadna to'pda? Qani chiqadi. Sizlikte bolsun aytamiz. Al endi bir lampochkani ajratsa, Buyoqda biz bir lampochkani ajratsak, bарлығы ketadi. Sebebi bu tizbek degan tizbekda bарлығы bir-birini жалғасқан. Qani ajratsa bir lampochka. Bizga o'g'illarni ajratish uchun bарлығын bir жалғасқан. Bizim ajratsak, bарлығы ішіп кетеді. Себебі бұяқта тізбекте барлығы бір-біріне жалғасқан. Бұяқта бір нені ажратсақ, барлығы ішіп кетеді. Өте тамаша отыр. Tizbekni jarayoni kim jarayoni? Qani tanishamiz. O'rtaga chiqamiz. Parallel tizbek.
бұл параллель тізбегі ал енді қосып бәрі жанып тұр. Енді осының ішінде бір шамды ажыратты. Енді қосып шығамыз. Бәрі жанып тұр. Енді ажыратшы біреу ғана. Қалғаныңды жанып тұр. Көрдіңдер ме балалар? Бұл параллель тізбегі. Жаңағы тізбек деген тізбектер біреуін ажыратсақ, толық бәрі өшіп қалады. Ал енді мынау толық бәрі өшпейді. Ажыратқан ғана шам ғана өшіп тұр. Бұл сабағымызды қорытындылай келе біз кәні шамды ажыратып екі шам. Екеуі де қандай ажыратып біліп тұрсыңдар? Айырмашылығы неде? Біреуі кішкентай. Біреуі көп қуат жұмсайды, біреуі аз қуат жұмсайды. Біреу аз қуат жұмсайды, біреу көп қуат. Кішкентайы кішкене ғана жарық берсе, ал үлкені көп қатты жарық, үлкен жарық береді. Ал енді осыны түйінде келе біз осы электр қуаттаған кезде кернеу пайда болады. Ол кернеу вольтметр. Вольтметр дегеніміз шамды қанамыз. Міне қосқан сайын шам қатты жанатын болады, иә? Сондықтан бұл кернеу пайда болады. Ол сондықтан бұл вольтметр дейді. Вольтметр ажырата білуіміз шамның қатты жануы. Мысалы, мына шамда 200 вольтметр. Мына шамда 250 вольтметр. Сонда қайсы жарық қандай? 250 жарық жанады. Міне бүгінгі біздің сабағымыздың қорытындылары. Бүгінгі сабағымызға бесікке қатысқан Ералға 10 балл, Азизге 10 балл, Алинұрға 9 балл, Арманға 9. Бүгінгі үй тапсырмаға электр схемалар тізбегін дәптерімізге сызып келеміз. Сабағымызға қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.